Сәлем балалар, 3 сынып әдебиеттік оқу 45-ші жаттығу. Күшіңе сенбе, ісіңе сен тақырыбы. Бүгінгі тақырыптан сен сөйлесу мәтінін құрайтын боласың. Бірінші тапсырма. Күшіңе сенбе, ісіңе сен дегенді қалай түсіндіресің? Өз пікіріңді білдір. Егер сен қанша күшің болғанымен бір істі тыңғылықты аяқтай алмасаң, онда сенің мықтылығың емес екені көрінеді. Ал егер сенің бір істі тиянақты орындап аяқтай алғаның, ол сенің керемет мықтылығыңды білдіреді. Екінші тапсырма түсініп оқы. Ер еңбектесін алады. Құрылыста адам аз. Сол аз адамға көп мәшине бағынып, айдауына жүріп, айтқанын орындайды. Тізбек жүк мәшинелері құрылыс алаңына ағаш, тақтай, тас, цемент, әк жеткізеді. Олар алқынып, гүжілдеп, гүрілдеп, алыстан келеді. Мәшиненің де мәшинесі бар. Бәрін бітірген өзім. Дейтін мақтаншақтар олардың арасынан да табылады. Әсіресе зауыттан жаңа ғана шыққан бір жүк мәшинесі мақтанғанда жер көкке сыймайды. Ол көтергіш кранға қарап, оны кекете, мұқата жөнелді. Ей, сен, мойныңды соншама созып, кімді қарап тұрсың? Деп қарқ-қарқ күлді. Мойныңды қанша созғаныңмен, біз барып келіп жүрген алысқа бәрібір көзің жетпейді. Көтергіш кран жауап бермей, өз жұмысын істеп, құрылысшының керегін әперіп тұра берді. Моторы гүрілдеп, қосақталған әлденеше бөренелер мен ағаштарды аспанға көтерді. Деді жүк мәшинесі. Мен гүрілдесем жүріп кетемін, алысқа барамын. Ал сен қанша гүрілдесең де бір орнынан қозғалмай, мойныңды созып тұра береді екенсің. Әркімнің өз өнері, өз міндеті бар. Біреу күшті, біреу жүйрік, біреу өнерлі. Біреу жүріп істейді, біреу тұрып істейді. Деді көтергіш кран. Сен сонда күштіге жатамысың? Солай шығар. Көре алмай тұрмыз ау? Несін айтамын? Күшімді ісім көрсетсін. Аспанда төнерген бұлт көшіп жүрген еді. Түс ауа сол бұлт қатты нөсер жауынға айналды. Құрылыс маңы лайсаң, батпақ болып кетті. Әлгі мақтаншақ мәшине ойпаттағы батпаққа батып қалды. Қанша күжілдесе де шыға алмай, сазға белшеден батқан үстіне бата түсті. Басқа бір жолдас мәшинесі келіп оны арқанмен тартып шығармақ болды. Бірақ оны шұңқырдан шығара алмады. Сол сәтте құрылыс бастығының әмір етуімен көтергіш кранға кезек келді. Кран ұзын мойнын бұралып, шұңқырда тұрған мәшинені шынжырмен асты үстінен орап байлаттырды. Содан кейін абайсыз құлаған баланы құлағынан көтергендей мәшинені
жоғары көтеріп әкетті. Дөңес жерге шығарып қойды да мақтаншақ мәшинеге: «Балақай, бұдан былай мақтанба. Әркімнің өз өнері, өз орны бар. Бәріміз де құрылысшының тек көмекшісіміз», деді. Ер еңбекте сыналады деген сөз осындай іс нәтижесінде айтылған екен. Мәтін авторы Жекен Жұмаханов. Үшінші тапсырма. Мәтінде берілген суреттерді пайдаланып, мәтін бойынша мультфильм жазса. Тағы да қандай кадр қосатыныңды айт. Мультфильмге қатысушы кейіпкерлердің сөздерін дайында. Мұнда басты екі кейіпкер. Біреуі жүк тасығыш КамАЗ болса, екіншісі кран болатын. Осы екі кейіпкердің мүсінін дайында. Қажет болса, басқа да кейіпкерлердің мүсінін қағаздан жасап алуыңа болады. Ал содан соң сахна, одан кейін құрылыс алаңын жасап қоюыңа да болады. Сонда сенің мультфильмің өте әсерлі әрі шынайы болмақ. Содан соң берілген мәтінге байланысты кейіпкерлердің сөздерін дайындап, жаттап ал. Ал мектепте өз тобыңда осы жасаған шығармашылық жұмысыңды қорғап беруіңе болады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және де осы каналға тіркеліп алыңдар. Сен алдағы уақытта өнерлінің қол алтын атты жаңа тақырып күтуде. Бұл тақырып өте қызықты болмақ.